Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Құс ұясын бұзбайық». Тема сегодняшнего урока переводится так: «Не будем портить птичье гнездо». Бүгінгі сабақта сурет бойынша жаңа сөздерді қайталауды, ертегі мазмұны бойынша суреттердің ретін табуды үйренесің. Жаңа сөздерді қайтала. Шыбық – пруд, балшық – глина, жұмыртқа – яйцо, жапырақ – лист, көмек сұрау – просить о помощи. Жаңа сөздермен сөйлем құрастырайық. Составим предложение с новыми словами. Көмек сұрапты. Это в прошедшем времени. Просил о помощи. Қарлығаш көмек сұрапты. Ласточка просила о помощи. Қарлығаш көкектен көмек сұрапты. Ласточка просила о помощи у кукушки. Теперь скажите, как будет? Ласточка просила о помощи у вороны. Правильно. Қарлығаш қарғадан көмек сұрапты. Бірінші тапсырма. Оқы, сұраққа жауап бер. Первое упражнение. Прочитай, ответь на вопрос. Құс ұясын бұзбайық. Давайте не будем портить птичье гнездо. Эй, балалар, балалар. Эй, ребята, ребята. Құстарда да ана бар. У птиц тоже есть мать. Құстарда да бала бар. У птиц тоже есть ребенок. Өсіруге баланы жұмыртқасын салады. Чтобы воспитывать ребенка, откладывает яйца. Жұмыртқасын алмайық. Обалына қалмайық. Не будем брать яйца. Не причиним им страдания. Ал енді сұрақ. Теперь вопрос. Өлең не туралы? Стихотворение о чем? Как мы теперь скажем? Стихотворение о птичьем гнезде, да? На казахском языке будет? Правильно. Өлең құстың ұясы туралы. Екінші тапсырма. Тыңда. Второе упражнение. Послушай. Баяғыда қарлығаш ағаштың басына ұя салыпты. Бір күні қарлығаш ұяға өрмелеп бара жатқан жыланды көреді. Не істеу керек? Қарлығаш көкекке келіп көмек сұрапты. Бүркітке қонаққа бара жатырмын, уақытым жоқ, деді көкек. Қарлығаш қарғаға келіп көмек сұрапты. Мен үйленгелі жатырмын, уақытым жоқ, деді қарға. Қарлығаш шырылдап ұшып келе жатады. Бір кезде Дәуітті көреді. Дәуіт қарлығаштың шырылдаған дауысын естіп: «Не болды, досым, неге жылайсың?» деп сұрады. Сонда қарлығаш: «Жылан балапандарымды жейтін болды» деп жылайды. Олай болса, мені тез жеткіз, мен балаларымды құтқарамын, дейді Дәуіт. Дәуіт қарлығаштың қанатына отырды. Теп-тез олар ұяға жетті. Жылан ұяға тақап қалыпты. Дәуіт жыланның көзін шұқып алды. Жылан мерт болды. Содан бері қарлығаш пен Дәуіт дос екен. Ақпараттың қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екен анықта. Теперь определи, какая информация здесь правильная, какая неправильная. Қарлығаш ұя салыпты. Было такое предложение в тексте? Как вы думаете? Ласточка свила гнездо. Если это было в тексте, значит это правильная информация. Жылан қарлығаштың ұясына шығады. Дұрыс па, бұрыс па? Қарлығаш
көкектен көмек сұрапты. Қарлығаш құмырсқадан көмек сұрапты. Қарлығаш қарғадан көмек сұрапты. Қарлығашқа Дәуіт көмектесті. Ал енді өзімізді тексерейік. Давайте теперь проверим себя. Үшінші тапсырма. Ертегі мазмұны бойынша суреттердің ретін тап. Сурет мазмұны бойынша айт. Четвертое упражнение. Найди порядок картинок в соответствии с содержанием сказки. Расскажи содержание по картинкам. Ал енді өзіңді тексер. Теперь проверь себя. Төртінші тапсырма. Четвертое упражнение. Сөйлемдерді толықтырып жаз. Дополни предложение. Керекті сөздер, нужные слова. Уя, гнездо, бузуға, разбить, балшықтан из глины. Қарлығаш салады. Дұрыс, ұя салады. Қарлығаш ұясын неден жасайды? С чего делает? Правильно, балшықтан жасайды. Құстардың ұясын болмайды, нельзя. Что делать? Правильно, бұзуға болмайды. Балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.